Сәлем достар, ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінің сөздері such and so деген сөздерді қарастырамыз. Олардың құрастыру жолдарын және қандай жерде қалай жасалынатынын қарастырайық. Сонымен so and such қазақ тіліне аударғанда, қазақ тілінде баламалары сондай, расында, шынымен, өте деген мағыналарды білдіреді екен. Әдетте біз that dress is very beautiful деп айтамыз. Very beautiful, өте әдемі. Ал енді so-ды қосып айтатын болсақ бұл жерде that dress is so beautiful. Бұл көйлек сондай әдемі. Бұл көйлек шынымен де сондай әдемі. Бұл расымен сондай әдемі екен. Бұл өте әдемі екен деп аударуға болады. Немесе such-ты қосып айтатын болсақ it is such a beautiful dress. Бұл сондай керемет көйлек. Яғни so мен such-тың арасында ешқандай да айырмашылық жоқ. Аударылу жағы, мағыналар бірдей, тек жасалу жолдары әртүрлі екенін байқаған боларсыздар. Ол туралы кейінірек айтамыз. Сонымен so plus adjective, яғни so деген сөзіміз біздің сын есіммен қосылып жасалынады. Мысалы, so tall, сондай ұзын, немесе өте ұзын. So hot, өте ыстық. So expensive, өте қымбат. So generous, өте жомарт, сондай жомарт. So wonderful, өте керемет, сондай керемет. So friendly, өте мейірімді. Ал енді such сөзінің жасалу жолы бұл plus an article, plus adjective, plus noun, яғни an артикль, сын есім және зат есімнің қосылуына жасалынады екен. Мысалы, such a tall man, сондай ұзын адам, немесе өте ұзын адам, шынымен де ұзын адам екен. Such a hot tea, сондай ыстық шай, өте ыстық шай. Such an expensive dress, сондай қымбат көйлек. Such a generous man, сондай жомарт адам, өте жомарт адам. Немесе such a wonderful day, сондай керемет күн. Such a friendly people, өте мейірімді адамдар. Енді бұл жерде қарасаңыздар such friendly people деп тұр. Such-тан кейін артикль қойып тұрған жоқ. Өйткені people деген зат есіміміз біздің көпше түрде тұр. Сондықтан such-тан кейін артиклді қоюдың алдымен сын есімнен кейінгі тұрған зат есімнің көпше түрде, жекеше түрде тұрғанын анықтап алуларыңыз абзал. Келесі so біздің сонымен қатар adverb, яғни үстеумен бірге қосылып сөйлем құрайды екен. Мысалы, so quickly, өте тез. Немесе so slowly, өте баяу, өте ақырын. So carefully, өте ұқыпты, сондай ұқыпты. Енді сөйлемде құрастырылып көрейік. He runs so quickly, ол өте тез жүгіреді. Немесе ол сондай тез жүгіреді. She walks so slowly, ол өте баяу жүреді. Ол сондай баяу жүреді. She speaks so carefully, ол өте ұқыпты сөйлейді. Немесе ол сондай ұқыпты сөйлейді деп аударуға болады екен. Сонымен қатар so plus many, much plus noun. Өздеріңіз білесіздер, many, much туралы менің алдыңғы видео сабақтарым бар. Қарап өтсеңіздер, саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолданатын сөздер. Ал енді сөйлемде so much work, яғни work саналмайтын зат есімі болғандықтан much қолданып тұр. So many people, сондай көп адам, өте көп адам. So much time, өте көп уақыт, сондай көп уақыт. So many books, сондай көп кітаптар, өте көп кітаптар. I have so much work today. Бүгін менде өте көп жұмыс бар. There are so many people. Ол жерде өте көп адамдар екен. This work takes so much time. Бұл жұмыс өте көп уақыт алады. So much time. You have so many books at home. Сенің үйіңде өте көп кітаптар бар екен. Немесе сондай көп кітаптар бар екен. Ал енді келесі мен сіздерге so сөзімен жасалған сөздер берейін. Сіздер such-ты қолдана отырып сөйлемді ауыстырып көріңіздер. He is so generous. Ол өте жомарт. He is such a generous man. Ол сондай жомарт адам. Яғни generous деген сын есімнен кейін біз man деген зат есімді қойдық.
Келесі, Алматы is so big. Алматы сондай үлкен. Алматы өте үлкен. Алматы such a big city. Алматы сондай үлкен қала. Яғни big деген сын есімнен кейін city деген зат есімді қойдық. That is so unlucky. Ол сондай сәтсіз. Suchпен қолданып айтатын болсақ. That is such bad luck. Яғни such'тан кейін бұл жерде артикль жоқ. Өйткені luck деген зат есіміз біздің саналмайтын зат есім. This guy is so talented. Бұл бала өте дарынды. Ал енді such'ты қолданып айтатын болсақ, he is such a talented guy. Ол сондай дарынды бала. English is so beautiful. Ағылшын тілі өте әдемі. Енді beautifulдан кейін English is such a beautiful language. Ағылшын тілі сондай әдемі тіл. My apartment is so cozy. Менің үйім сондай жайлы. Ал енді suchпен қолданып айтатын болсақ, I have got such a cozy apartment. Менің сондай жайлы үйім бар. Ал енді so мен such сөзінің құрастырылу жолы, қолдану жолы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар.